Көпшіліктің сұрауы бойынша балықтың сорпасын дайындаймын. Қара бұрыштан саламын дәл қазір. Пиязын, лавр жапырақтарын. Балықты 15-20 минуттың көлемінде қайнатып пісіріп аламын. Ең бастысы еті сүйегінен ажырап кетпей тұрғанда сорпадан түсіріп алуым керек. Балықтың пісіп дайын болғанын оның көзінен білуге болады. Егер ағарса, Бисмиллахиррахманиррахим. Мен балықтың сорпасына тұзды салмадым. Мінекей енді ғана балықты тұздаудамын. Уылдырық. Балықтың сорпасына қатырылған укроптан салайын деп тұрмын. Қансыр қандай керемет. Сол қалпы. Ерекше бір дәмді балықтың сорпасы болды. Кешкі ас дайын. Негізі балықтың сорпасының дәмдеуші укроп қой. Бұндай сорпаны ішкенде, ішпегенде арманда ғой шіркін. Қараңыздар.